Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгінгі жаңалықтарыңыз: Челсидің келесі бапкері кім болады? Кевин Де Брюйне қайда кеткелі жатыр? Зинедин Зидан нақты шешімін айтты ма? Осы және басқа да футбол ақпараттары сіздердің назарларыңызда 13-ші сектор арнасында дәл қазір жазылып қоңыраушаны басып қойыңыздар. Егер сіздер жазылып қоңыраушаны басып қойған болсаңыздар, біз бастайық, кеттік. Арсенал клубы жыл сайын чемпиондыққа таласуға мүмкіндігі бар клуб екенін дәлелдеп келе жатыр. Және де жыл сайын күшейгісі келеді, маусым сайын күшейгісі келеді, жақсы трансферлер жасағысы келеді. Тағы да бір жақсы трансферге көзі түскен екен Арсенал клубының, ол Конор Галлахер. Галлахерді өздерінің қатарларына қосқысы келеді, Челсидан алғысы келеді. Челси Галлахерді сатқысы келіп отырғаны белгілі, және де ол Челсидің өзінің ойыншысы болғандықтан ешқандай ақша салған жоқ оған, және де жақсы ақша көріп қалуға болады. Қазіргі трансфер маркет порталындағы бағасы Галлахердің 42 миллион евро тұрады. Ол енді АПЛ-ды білгендіктен, АПЛ-ға үйренісу қажеті жоқ болғандықтан, Арсенал алса да, АПЛ-дің басқа клубы алса да 80 миллион евроға дейін сата алады. Бірақ та неге деген сұрақ туындайды. Әлбетте Челсида басқа ойыншылар көп негізі сататын. Галлахер осы маусымда өзін аша білді, және де командаға керек екенін көрсете білді. Жалпы Челсиді жақсы көретінін көрсетті. Челси үшін соңына дейін ойнайтын ойыншылардың бірі екенін көрсетті. Галлахерді дәл қазір сатып қажет жоқ сияқты. Меніңше Челсида сататын ойыншы онсыз да жетеді. Неге Галлахер деген сұрақ белгісі туындайды. Ал енді егер Арсенал алып алатын болса, өте тамаша трансферлердің бірі болады. Деклан Райстың жанына осындай бір жақсы Галлахер сияқты жас талантты ойыншы керек. Қазіргісінде болашағында реттеп қояйын деп жатқан сияқты Арсенал клубы. Ал енді Челсидің өзінің жеке ішкі мәселелерін айтатын болсақ, Челсиға қазір жаңа бапкер керек деп жатыр кейбір басылымдар. Осы маусымның соңына дейін осы Маурисио Почеттино басқарады, содан кейін барып бапкер ауыстырады деген ақпараттар да жоқ емес. Негізінде осы маусымның соңына дейін Почеттиноның басқара салғаны дұрыс, себебі өзің жаққан отыңды өзің сөндір деп, осы өзі былықтырған нәрсесін соңына дейін апара салғаны жөн. Жаңа бапкер келіп ары қарай төмендетіп алуы мүмкін. Қазір бірден маусымның ортасында бір нәрселерді өзгерту қиын. Жалпы негізі барлық бапкер клубтарды барынша жаңа парақшадан, жаңа маусымнан алғысы келеді. Сонау оқу жаттығудан басынан бастап кімнің жағдайы қандай, кім қандай деңгейде ойыншылардың бәрін бақылап, барып жұмысқа кіріскісі келеді. Аяқ астынан жұмысқа кіріссе, оларға да психологиялық тұрғыда қиын болып кетуі мүмкін жаңа бапкерге. Сондықтан да бірден бұндай команданы дәл қазір ала салғысы келіп тұрған ешкім жоқ. Бір шетінен, енді бір шетінен Маурисио Почеттиноның өзі бұл мәселені аяқтай салғаны дұрыс осы маусымда. Енді Челсиға келуі мүмкін бапкерлердің қатарында әлбетте Жозе Мауриньо бар. Мауриньо өте тамаша бапкер. Қазіргі Челсиға керек бапкерлердің бірі. Қазіргі Челсиді жинау керек, бір жерге біріктіру керек, және де бір ойын жасау керек. Ол Мауриньоның қолынан келеді. Мауриньо тыңдата алады. Мауриньоның абыройы болған, бар және бола береді. Мауриньоның ойыны кішкене жалықтырып жібереді, бірақ та қазір қызықтыратын ойын керек жоқ Челсиға. Қазір Челсиға ұпай керек. Сол ұпайды Мауриньо жинап бере алады деп ойлаймыз. Енді оның жанында тағы да нұсқалары бар. Әлбетте Томас Тухель бар. Томас Тухель өз Челсиға келіп кеткен болатын. Сол кезде бір кішкене ренжіштер, өкпелер қалған болатын. Томас Тухельдің келуі екі талай деп санаймыз. Және де Хави Эрнандес бар, Барсадан кетсе келуі мүмкін деген нұсқаның ішінде. Одан бөлек Хави Алонсоға неге таласып көрмеске, Челси клубына ақша жетеді, көндіре алатын шығар бәлкім деген сияқты. Бірақ барлық нұсқаның ішінен осы Жозе Мауриньо көкем, ұлы Мауриньо дұрыс па деп ойлаймын. Енді сіздердің ойларыңыз қалай? Әлбетте комментарияға пікірлеріңізді жаза отырсаңыздар болады. Кеше Англия кубогы өтті. Сол кубокта Манчестер Сити ойқастады, ойына келгенін жасады. Нақтырақ айтсақ, Кевин Де Брюйне мен Эрлинг Холланд кешегі ойында 5 гол салды. Ал Кевин Де Брюйне сол 5 голдың 4-еуінің голдық пасын берді. Голдық пас бойынша Де Брюйнеде кешегі ойында покер, ал Холландта гол бойынша пентатрик. Бұл енді масқара. Лутон Таун бірінші таймда бір күресіп көрді, екінші тайм бас жағында ерегесіп көрді.
одан кейін құлады ғой енді. Тасталқан шығарды, жалпы есеп 6-2. Енді Ерлик Холландтың ойыны былтырға қарағанда өзгерген, қазір жарақатынан келген, қазір бабында, қазір әуедегі допқа баспен таласатын болған барлық топтарға, және де қазір тек қана өзін ойламай, команданы ойлап, қорғаушыны өзімен бірге алып қашатын жерлерде алып қашып жүргенінде байқап қаламыз. Қазір кәдімгідей командалық ойын көрсетіп жүр Ерлик Холланд. Соның өзінде өзінің ашылуы ерекше болып тұр. Енді Ерлик Холландқа сөз жоқ, керемет, мықты, үздіктердің бірі, болашақта алтын доптың иесі деп толықтай айтуға келетіндей ойыншы. Ал енді Кевин Де Брюйне қазір өте мықты ойын көрсетуде. Кевин Де Брюйненің пастарын көріп, бай қарай бергін келеді. Жалпы өмірде алаулап жанып тұрған отқа, ағын суға, және де Кевин Де Брюйненің пасына ұзақ қарап тұра бергін келеді. Және де кейбір ақпараттарға сүйенетін болсақ, Кевин Де Брюйне осы маусымнан кейін Сауд Арабиясына кетуі мүмкін. Аль-Наср, Аль-Хилаль сияқты клубтардан ұсыныстар келіп жатыр, және де Манчестер Ситиға да ұсыныстар келіп жатыр. Өте үлкен қомақты қаржы бере аламыз Кевин Де Брюйне үшін деген. Меніңше тағы бір маусым қалса, немесе 2 маусым қалса, қазір бір кетіп қалатындай жағдайда емес сияқты, кетіп қалатындай деңгейде емес. Өте мықты Кевин Де Брюйненің деңгейі. Қазір кетіп қалса, обал болатын сияқты. Зинедин Зидан жұмысқа оралуға жақын. Италияның клубын баптағым келеді деген екен. Соңғы сұхбатында Sky Sport басылымының айтуынша, Зинедин Зидан Италияда Ювентусты баптағысы келеді. Неге баптап көрмеске деген екен. Неге баптап көрмеске? Италия өте жақсы клуб, ақша таба алады деп ойлаймын. Зиданға керекті, және де тарихы бар клуб. Сол тарихты, сол клубтың сапында жүріп, Зинедин Зиданның өзі де тарих жасауға көмектескен ойыншысы болған. Енді бапкері болса несі айып. Ал енді Максимилиано Алегри кетуге жақын, Ювентуспен болашағы тұманды, күмәнді. Енді нашар бапкер демейміз, бірақ та шынымен де бір жаңашылдық жоқ. Мүлдем басқа тактика ойлап таппайтын, жаңаша нәрселерді қолданбайтын бір қалыпты бапкер, шынымен де іш пыстырады. Зинедин Зиданның келгені жақсы сияқты меніңше Ювентусқа. Максимилиано Алегридің жұмыссыз қалмайтыны белгілі нәрсе. Енді Зинедин Зидан үшін де Ювентус өте дұрыс қадам деп санаймыз. АПЛ-дағы клубтар шақыратын болса, сәл қиындықтарға тап болуы мүмкін. Көбінесе Баварияға баруы мүмкін деп жатты. Баварияға барса, бір 3-4 ойыннан қателесетін болса, қуып жібереді. Ол жер қауіпті негізінде. Зиданды жұмысынан қуып жіберді деген өзіне де жақсы емес шығар. Сондықтан да ең дұрыс шешім осы Италияда Ювентусты баптау болып табылып тұрған сияқты қазіргі таңда Зидан үшін. Ал достар, бүгінге осы 13-ші сектор арнасына жазылып отыруды ұмытпаңыздар. Арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Күнделікті футбол ақпараттары 13-ші сектор арнасында достар.